Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Әлемде неше түрлі ұлттар мен мемлекеттер бар. Олардың салт-дәстүрлері, заңдары, наным-сенімдері әртүрлі. Бүгін біз сіздермен әлемнің түкпір-түкпіріндегі мемлекеттер жайында қызықты мәліметтер айтамыз. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Егер дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Ендеше алғашқы факттарымызды бәріміз білетін Қытайдан бастайық. Бұл факт аздап қорқыныштылау. Қытайда жылына 4 миллион мысық желінеді екен. Осы Қытайдың жемейтін нәрсесі жоқ па өзі? Оған қоса жарты миллион қытайлықтар мүлде тісін жумайды екен. Ал сіз білесіз бе? Қытайда ату жазасына кесілгендердің жақындары оқтың ақшасына 9 юань төлеуі тиіс. Егер жақындары болмаса, түрмеде жұмыс істеп өзі оқтың ақшасын төлейді. Сонда қалай? Жазаланушылар өзінің осы оқтан өлесінен біліп тұрып, соны сатып алу үшін жұмыс істей ме? Ал ақш-тың кейбір штаттарында және Канада билігінде балалар 14 жасынан бастап көлік жүргізуіне рұқсат берілген. Ендеше адамдардың көпшілігін қызықтырған Финляндия мемлекеті туралы айта кетейік. Финляндия мемлекетінде оқушылар мектепке еш нәрсе сатып алмайды. Мемлекет түскі аспен қоса барлық заттармен өзі қамтамасыз етеді. Оқушыларға еш нәрседен сатып алудың қажеті жоқ. Тек сабағын жақсы оқыса болғаны. Оған қоса, ол жақта жұмыссыздарға жәрдемақы төленеді. Ал сіз білесіз бе, бұл елде мүйізі жалтырайтын бұғылар бар. Оларды көлік қағып кетпес үшін арнайы бояумен бояп қояды. Сонымен басқа да мемлекеттер жайында айта кетейін. Барлығыңыз атышулы Солтүстік Корея жайында бір рет болса да естіген боларсыздар. Олардың біртүрлі қатал заңдары адамды таң қалдырмай қоймас. Солтүстік Корея жайында кішігірім факт. Солтүстік Кореяда бағдаршам мүлде жоқ. Олардың орнына арнайы мамандар жол реттеп тұрады. Солтүстік Кореяның көршісі Жапония жайында біртүрлі факт. Жапонияда дәретхана гиді деген біртүрлі мамандық бар. Егер оларға ақша төлесеңіз, олар сізді дәретханаға дейін шығарып салады. Және де Жапонияда сумо спортшыларына көлік жүргізуге тыйым салынған екен. Сіз өзіңіз НЛО-ның бар екеніне сенесіз бе? Жапония, Франция, Италия және Чилиде НЛО бар екені ресми түрде мойындалған екен. Осы мемлекеттердің ішінен Франция туралы факттарға көшейік. 100 жыл бұрын Францияда жаңа заң ойлап табылды. Және бұл заң әлі де өз күшінде. Бұл заңда Франция вокзалдарында сүйісуге қатаң тыйым салынды. Бәрімізде не үшін деген сұрақтар туындап отқан болар. Бұл заң қабылдануына басты себеп вокзалдағы ұзақ қоштасулар пойыздың кешігуіне алып келеді екен. 1748 жылдан 1778 жылға дейін Францияда картопты қолдануға тыйым салынған. Өйткені адамдар картопты қалай қолдану керек екенін білмей, жерден қазып алып жей берген. Оған қоса картопты көк пембек күйінде жей берген. Ал бұның ақыры адам өліміне алып келген. Ал сіз білесіз бе, Мексикада, Германияда, Австрияда түрмеден қашу заңды, себебі адамның бостандыққа ұмтылуы адамның басты құқығы болып саналады. Соның ішінде Германияда балаларды дәрігерлікке 11 жасынан бастап үйретеді екен. Иракта кітап сатушылар кітаптарын түнде далада қалдырып кетуден еш қорықпайды екен. Олардың айтуынша оқымыстылар кітап ұрламайды, ал ұрылар кітап оқымайды. Ал сіз кітап оқисыз ба? Өз ойыңызды комментарийге қалдырып кетіңіз. Ал Пәкістанда 2 минут сабаққа кешігіп келсеңіз, 8 сағат тоқтаусыз Құран оқисыз. Менің ойымша бұл ең қайырлы заң екен. Үндістан кино түсіруден бірінші орындағы мемлекет. Айына олар 700 кино шығарып отырады. Қалай ойлайсыздар? Үндістан өздері Голливуд фильмдеріне бәсекелеспіз деп ойлап жүрген секілді. Себебі Үндістан фильмдері Болливуд деп аталады. Сіздің ойыңызша, Үндістан мен ақш кино түсіруден бәсекелес бола ала ма? Комментарийге жазып кетіңіз. Ал Австралия ресторандарында тамақ үстінде телефон қолданбасаңыз, 10% жеңілдік аласыз. Ал сіз тамақ үстінде телефон қолданбай отыра аласыз ба? Ендеше, қазіргі заманның дамыған мемлекеттерінен бөлек, ежелгі заман мемлекеттері мен ұлттары туралы факттарға көшейік. Викингтер ешқашан мүйізді дулыға киіп жүрмеген. Ал ежелгі Мысыр елінде адам миымен емес жүрегімен ойлайды деп есептелген. Ежелгі Грецияда науқас ота кезінде көз жұмса,